Сәлем достар, сіздермен Асия. Сорпаға піскенде қамыры езілмей әдемі болып шығатын кеспе дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Ең алдымен табамызға бір жұмыртқаны жарып, үстіне жарты шай қасық тұз және бір ас қасық толтырып сұйық май құямыз. Майды құйған себебіміз қамырымыз жақсы иленеді, эластичный болып шығады. Барлығын енді жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнды електен өткізіп қоса отырып, қатты әрі тығыз етіп қамыр илейміз. Қамыр жақсылап бірігіп, июі қанғанша 15-20 минуттай жақсылап илейміз. Одан соң бетін жауып 20 минутқа тындырып қалдырамыз. 20 минуттан соң қамырды тағы да июін қандырып жақсылап илеп, тағы да 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Енді қамырымызды алып жаямыз. Қамырдың июі қанып, жақсы жайылады. Ұн сеуіп отырып, осылай қатты жұқа етіп жаймаймыз. Орташа жұқалықта қамырды жаямыз. Міне қамырымыз осындай бешбармақтың қамыры секілді болып жайылуы қажет. Енді қамырдың бетіне ұн сеуіп, рулет секілді етіп ораймыз. Енді видеода көрсетілгендей лапшамызды кесеміз. Жіңішке етіп кессеңіздер де болады, размері өзіңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне біздің кеспеміз дайын. Бұны құрғатып, кептіріп сақтасаңыздар да болады. Сорпаға немесе суға піскен кезде кеспеміз мүлдем езілмейді. Одан соң барып, екінші тағамға, яғни ұн қуырдақ секілді тағамдарға осы кеспені міндетті түрде қолданыңыздар. Үйдегі әжеміз бен балалардың сүйікті кеспесі бұл. Сорпаға міне пісіп шықты, мүлдем езілмейді, формасын жақсы ұстайды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Басқа да пайдалы видеолар жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.